Күн ысып кетті ғой, мана жақта жүру деген қиындап кетті. Так, ауылға жетіп қалдым екен, барып көру керек дұрыстап. Былайынан бармасам. Ұйқым да келіп жатыр, жаман бар ғой. Так, мына жақтан бұрылып барайық. Так, мына жақтан бұрылсақ. Так, все болды, өстіп қоямыз. Енді түсе берсек болатын сияқты, ауылға да жеткен болатынбыз. Так, все болды. Так, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сәлем біркемен әттегідей қонай достар, менің армаға қош келдіңіздер. Үшім достар, мен деген қаладан келдім қазір ғана. Что-то ұйқым келіп тұр, сияқты ауылда не болып жатыр екен. Не жануарда ма не ақтың бәрі? Кім жандырған ақтың бәрін? Не оған өзі? Мә жетілге не оған? Жетіл не оғаты неқта? Алло, не оған аған? Что там, Хонри, бір, екі, бір. Не деп тұр мынау? Не олды ауылда, не жануат аяқты? Не жануатыр? Бір, екі. Қуа мынау. Так, құрсынша бұл жетілді не? Мына көздері екі жаққа кетіп қалған ба? Жынды мана жетіл не болып қалған? Так, ауылда үнеміне бүкілі не болып көткен көздеріне. Мана бәрі жануат, тезерік бізге көшу керек. Мана бәрі сындырып сапты конкретно. Так, бізге деген тезерік қылышты алып, нақтағы заттардың бәрін өшу керек бізге. Так, топорым қақта мен, топорым. Тезерік өшу керек. Житель не істеп, тезерік ауылды құтқар, тезерік. Бәрі жанып кетті ғой. Так, тезерік тоқтатыңдар мынау. Оттың бәрін. Так, бізге өшу керек, бәрін өшу керек. Так, все. Анда өшу керек. Қалай жанып кетіп жүрін ауыл деген? Тым түсінбедім. Мына жителдер не оған, жынды оған ба өзі? Не қарап тұр, тым түсінбедім. Құрсын, қалған бәрін өшу керек бізге. Так, все, өшідім бәрін. Өшті ма бәрі? Шашы көтті қой, не оғатын ауылда деген? Житель не оғатын әқті тезірек айт бұл тезіреге. Так, бір банан, екі банан, 10 банан, 4-5 банан. Мәні қуама қандай банан? Банан нес? Жителдер, не оғансыңдарға? Істеп атсыңдар? 5, 6-5, 4-5. Қуады ғаналар, алар не істер ауысып қалған ба жителдердің? Мен де есімді ауыстыратын болды осылар барға. Так, наяқта нормальный жителдер бар сияқты ғой. Так, барып сөйлесіп қайтайық. Мына жителдердің бәрі психбольной болып қалған, маяқта нормальный житель бар сияқты ғой. Ода нормальный ма? Так, қарайық. Анда есі ауысып қалған сияқты. Қуады ғой. Житель не отыр наяқта? Не отыр? Хонри, білмейм, осы біздің ауылға біреулер шауылсат сосын олардың осы жителдердің бәрі тонап кетті. Осы содан кейін бар бүкілі осындай жынды болып кетті бар ғой. Үй ауылға шауыл жасады дейді. Тонаған ба сонда бүкіл үйді? Құмашы? Кәдімгідей тонап кеткен ме? Қалай байқамай қалам? Тонап кетті. Енді олар деген заттардан айырылған соң топайланып бастарына крышасы кеткен ғой, сосын барып құлап, милары ашып, көздері екі жаққа айналып, ауыздарына сілекей ағып, жынды құсап қалған. Қарсайшы олар не істеп отқан? Шынымен жынды болып қапты, бір-бірімен сөйлесіп жынды болып кеткен олар, сөйлесе қарсаңызшы достар. Азларда бір проблема бітпейді осы ауылда бар ғой достар. Енді не істейміз? Так достар, давайте ардаға тіркеп лайк басып, ардаға тіркеп қойса қазір беп бұдық бәрді реттейді болады. Өште бізге кім шауылсап жүр вообще? Раңыздар үйлердік бәрі бычытып толап кетті. Бейдеуі тиіспепті как раз бар ғой. Житель не істеп атсың бәқта деген не болып жатыр? Вообще, көздеріңі не көткен ақымақ екенсің сен жүрген, құрсыншы достар. Бізге деген бұларды нормальный қылу керек, бірақ бізге деген не қалай бұларды өзі қалпына келтірсек болады, достар. Бірінші ауылды реттеу керек сияқты, содан кейін барып бұлар реттеле ма? Қалай ойлайсыздар достар? Түрлеріне қараңыздар достар. Так достар, общем мен деген қазір кімдерге звондаймын достар? Скорый помощь дей ма, сондай бәлеге звондап көреймін қазір достар. Қараңыздар, мыналар не істеп тұр? Что-то мен не істеп атсыңдар, не жаңалық болып отырсыңдар? Хонри, черт, ақымақ. Банан. Қандай банан? Қалай черт сен? Кәдімгідей айтып тұрсың, аналар просто тупой болып тұр, айтпаса бытсын сар жіберетін достар.
Так достар, бізге звондау керек, бізге скорый помощьға тезірек звондап көрейін, алар қалай өз қалыптарына келтіруге болады. Так, мыналардың қасына бармай ақ қояйық та, үйде барып сөйлесейін бәле. Так, үйге барып сөйлесе алайық. Так, звондаймыз, қалай еді? 103 па? Так, 103 дейміз. Все, так, звондаймыз. Так, алло. Алло, сіздің өзіңіз қабылданып тұрсыз, айта беріңіз, не болып қалды? Не болып қалды дегенде, жителдердің, осы біздің ауылдар жителдер қорқып қалды, псих құсап, көздері екі жаққа айналып, ауыздарынан тіл шығып қалды. Білмеймін, не қалай көмектессек болады оларға. Бізге таныс жағдай былай деген, жителдер өздерінің бастарына сотрясение алған кезде осылай тупой псих болып қалады. Оны жеңу үшін қазір айтамын, қазір оларды бір жерге қамап, сосын барып олардың бастарына кірпіш немесе құм сияқтылар лақтырып бастарына тигізу керек. Сол кезде олар қояды бастарын, сосын барып бірдеңе болып қалды ма ауылда? Ауылды деген жарып тонап кеткен ғой жителдерді. Түсінікті, онда ауылдарын жөндеп бер. Все болдында. Не деп кетті мынау өзі? Там түсінбедім бар ғой. Жителдердің басын ұры дей ма? Не болып кетті өзі? Бәрін бір жерге жинау керек қой маған да. Базар жоқ бұның бәрін жинап. Маған тиіспей ме екен бұлар? Че там мен барасың мана жаққа, ана жаққа қазір мен сендерді жинап жатырмын. Құрар, тупой, құрар, ақмақ, тупой. Не дейді мынау, қалай тупой? Маған тиіспей ме екен алар, тағы пышақ алып, маған қадақ қоймасын басыма. Кәдімгідей. Құрсын достар, қазір деген біз мына жаққа қарай олардың бәрін жинап бастарына құм лақтыратын боламыз достар. Так, осы жерден ба? Сосын ауылды жөндеп бере салайын, сосын барып олар қалыптарына келер, Онда мен деген нәқа жасап бастай берейін достар, сіздер күте тұрыңыздар. Ма барлық жителдерді тасыған сияқтымын да. Все болды. Так, қараңыздар достар, мен деген бүкіл жителдердің бәрін осындай бір неге қоршап қойдым енді деген достар. Бұлардың тупой психтығын кетіретін боламыз да. Опа деп шығамыз нәрге. Қазір мен бұлардың барсарына құмды құятын болам достар. Сол кезде олар психтығын қояма, қалай айтады, солай болады достар. Сөйтіп айтты маған, әйтеуір телефоннан айтты, маған қуып өтірік айтып жібермеген жер енді 103-тегі адамдар достар. Так, бір қара өтетін сияқты, мен қазір бар ғой, ешкім қап кетпеді ма. Так, мынау қалай? Нормальный житель ма, көрейікші? Че там сен нормальный жительсің ба? Алло, ойбой, псих екенсің ғой сен, Мә достар, давайте бір психты мен өзім үйіме қолғып алып қойын достар, грядкеде осылай істетіп қойып, жұмсап істегенге давайте достар. Давайте достар, сөйтіп қалдырып қоя салайық достар. Өшім достар. Так, бүкілін алдық қой достар, қазір бір қарап шығайшы ауылды. Так, ешкім қалмаған екен, достар. Ешкім қалмады достар, бүкілін жинадық. Енді қараңыздар, қазір қызық болады достар. Все, бұларға сразу бастарына осын сынды жару керек деді мұқымды. Қазір біз деген дейтін боламыз. Так, що? Давайте, дайынсыңдар ма? Че там, дайынсыңдар ма? Не істейін деп отқан білесің бе өздері? Олар тупыйлар, әлі мен не істейін деп отқан түсінбей жатыр достар. Қараңыздар, қазір мен оларды құмға шомылдырам. Опа, достар, мінекей достар. Все. Не істеп жатыр екен олар? Енді алып тастау керек па маған? Алып тастау керек сияқты да. Достар, жарты сағат күту керек сияқты олар. Құмға тұншығып, сәлден соң барып олар қайтадан шығу керек па ойымша. Достар, не болып жатыр екен астында олар? Мен дым түсінбей жатырмын достар. Давайте достар, алып тастаймыз. Бірінші ауылды қалпына келтіру керек достар. Ауылды қалпына келтіріп алайын, мен одан кейін барып бұны сындырам достар. Так, ауылды қалпына келтіру изи, менде как раз креатив бар достар. Креатив барда маған бұяқ жөндеу өте оңай болады. Опа дейміз, опа дейміз даған достар. Наерді, все, біреу дайын. Так, что-то мен дұрыс істемедім ба? Не болып кетті өзі? Дұрыс. Бітеді екенбіз. Все болды достар. Наяқты тасым істейм, жоқ. Осылай істейміз, все, біреу уже дайын достар. Дайын деппін ғой. Наяқтар әлі бар екен ғой. Наяқтарын бәрін жөндеп шығамыз. Достар, осындай істерде болды ма? Жителдер псих ақымақ тупой болып қойған сияқты осындай болып ше. Сіздерде болса комментарға жазып кетіңіздер. Опа. Так. Өйстіп ұстаймыз достар. Мінекей. Мынаны жөндеу деген қатты қиындау екен достар. Мынау мен үшін өте қиын болып жатыр. Так, все болды. Наяқтарын опа дейміз дағаны. Кішкене аған сияқты да достар. Все болды достар. Бітірдік. Дайын. Мынаны жөндеп тастау керек достар. Опа дейміз да, мына үйді жөндеп тастайын достар. Ема болды, шаршап кет. Қалғандарын өздерің істеп алыңдар. Құрсыншы достар, мынаның бәрін алып тастайған жететін сияқты досы. Так, құрсын достар, ашайық нақты деген. Так, кетеміз. Все, бұларды ашып қарап көрейік. Опана. Ема достар. Тануына. Көріп тұрсам ба достар?
Мен жителдерді өз қалпына келтірдім достар. Кәдімгідей сотрясение алып қалып оны топойлар. Че там жителдер? Естеріңде ма не болғаны, біздің есімізде ештеңе жоқ. Не болды? Не болды дегенді сен? Мен тәгісі қайттан айтсам, бірақ жөндеп қойдым біраз сәл-сәліне. Короче деген, ештеңе болған жоқ, болды, ауылда шыға беріңдер, мен деген сендерді емдеген болатын, мінекей шыға берсіңдер болады, короче. Че там? Сен бірдеңе жасырып тұрсың ғой, араба, қазір жадың шығарамыз. Мен сендер қуат екенсіңдер ғой, емдеген бағаламайсыңдар ма сонда? В общем деген сендердің ауылдарыңа бандиттер шаусаған, то есть менің ауылыма, менің ауылыма бандиттер шаусап, бүкіл заттарыңды ұрлап кетіпті. Не болды? Өтірік айта бермеші, ондай пранктар өтпейді бізге уже. Пранк дейсің ба, кетші бар, олай шығыңдар, шығатын болсаңдар шығып кетіңдер, болды достар. Короче достар, көріп тұрғандарыңыздай мен бетшілдердің бәрі психтан адам айналдырып жібердім, көрдіңіздер ме, қандай мықты адаммын, достар. Бастарынан таспен ұрып, короче қайттан өз қалыптарына келтірдім достар. Давайте аямай лайкты пытырлатып басып тастаңыздар, пытырлатып қараңыздаршы, мына үйді біртүрлі қойдым ба, не істеп тастадым өзім. Достар, мына грядкиді алып тастау керек еді, жинап тастау керек деген ғой, то есть достар. Өйткені қаттырақ өсіп кетті, мына жителдер деген ақымақ болып қалған соң неғып жинамаған ғой. Мен ғана жинауым керек екен достар, тезірек жинап тастайын. Сосын барып тағы ана жителге барып қайту керек еді. Так, все, мыналардың бәрін жинап тастаймыз. Кәдімгідей осындай тупойлар да болады екен ғой достар, бірінші рет көріп тұрмын мұндайды. Так, сояқтың бәрін жабамыз, все. Мен емген. Құрысты достар, по-любому. Істейміз, кейінірек жителдер өздері екіп шығатын шығар да. Екіп шығасыңдар ғой да? Атаң басы құры. Не дейді мынау? Құрсын сошы жителдерге жақпай қойдым бар ғой. Жақпай қойдым. Үшін достар осындай болды, біздің ауыл осындай гриферлер шоғылсап, бөтшет жарып кетті, жителдер тупой ақымақ болып кеткеннен сосын қайттан мен емдеп шығардым. Видео қызық болды деген үміттемін достар. Давайте аямай лайк басамыз, пытырлатамыз. Так, неқталды грядкиді алып тастау керек достар. Давайте немді алып мынаға өзімнің гаражыма қойып қояйын достар. Ойбай. Так. Достар, мен ұмытып кетіппін ғой. Қараңыздар, неқта бір тупой алып кетті. Қараңыздаршы. Че там тупой? Достар, қараңыздаршы. Болды енді, бұл менің жұмысым болады. Жолға не үшін тұрып алдың? 4 бадат, 5 бадат, 10 бадат. Не дейді мынау достар, құрсын? Құрсын достар, мені жындыға жіберін, қуып жіберейін ба ауылдан? Или қайттан бұның басын таспен ұрайын, құрсын, тұра берсінші. Так, достар, осы сіздермен бірге болмай Хонрей, амантар жүзген достар, осымен видеоны аяқтаймын. Ал сәттілік, давайте достар.